Көріңіздер, сақ болыңыздар. Сәлеметсіздер, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. 1-3 сәуір күндерінен алған ауа райы болжамы. Қазгидромет синоптиктері 1-2 және 3 сәуір күндерінен алған ауа райы болжамын ұсынды. Алдағы күнде республиканың аумағының басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады. Найзағай ойнап жаңбыр жауады. Солтүстік және шығыс өңірлерде түнгі уақытта жаңбырдың соңы қарға болуы мүмкін. Орталық және оңтүстік аумақтарда ғана жоғары қысым алқабының әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Батыс, солтүстік және шығыс өңірлерде желдің күшейіп, таулы аудандарда тұман күтіледі. Ел аумағының басым бөлігінде күндіз температура 8-13 градустан 15-20 градусқа дейін, оңтүстікте 18-23 градустан 20-28 градусқа дейін, оңтүстік шығыста 12-20 градустан 18-23 градусқа дейін көтеріледі. Ал шығыста 5-15 градус жылы болады. Батыста температура 15-25 градустан 13-22 градусқа дейін төмендейді. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.